Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духовкасыз табада пісетін торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сап көріңіздер, өте оңай әрі тез дайындалады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды, қантымызды, содымызды және де какаомызды салып, барлығын біркелкі қылып араластырып аламыз. Сосын жұмыртқамызды, сүтімізді және де қайнаған суымызды, сосын сұйық майымызды құйып миксерлейміз. Қайнаған суымыздың қатты ыстық болуы міндетті емес. Қамырымыз осындай сұйықтықта, яғни қаймақтың қоюлығындай болуы қажет. Қызып тұрған табамызды сұйық майымызбен майлап аламыз да қамырымызды құямыз. Қамырымызды пюре жасағандағыдай құйып шығамыз. Менде осы ингредиенттен 6 штук қамыр шықты, 5-еуін торт қылып жасадым да, 1-еуін сыртына сәндеу үшін алып қалдым. Қамырымыздың екі жағын осылай қоңыр етіп пісіріп аламыз. Енді крем дайындайтын боламыз. Мен қаймақты крем дайындадым, ал сіздер өз қалауларыңызша басқа да крем қолдансаңыздар болады. Қаймағымызға қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Загустительдің орнына 1 шай қасық жүгері крахмалын салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Кремдеріңіздің қою болған қаласаңыздар, қаймақтарыңызды марлеге салып, 1-2 сағатқа қалдырып, сұйықтығынан бөліп алсаңыздар болады. Сонда кремдеріңіз қою болып шығады. Кремдерімізді арасына жағып шығамыз да осылай әсемдейміз. Міне осымен біздің тортымыз дайын. Жасап көріңіздер, тез әрі оңай дайындалады. Барлықтарыңызға ас болсын.